По идее, бұл Python тіліндегі қарапайым ойындарды құрастыруға мүмкіндік беретін, көмектесетін фреймворк, яғни кітапхана. Біз ойындарды құрастыру деген кезде міндетті түрде жаңа бір ерекше ойын құрастыру деген нәрсеге қадалып қалмау керекпіз. Біз программированияда ойын құрастыру саласына оқушыларды түсіндіру кезінде қарапайым осы уақытқа дейін құрастырылып қойылған ойындарды қайтадан коды қалай болады екен соны өз күшімізбен былайша айтқанда воссоздать етуге тырысуымызға болады, сол арқылы оқушылар жалпы ойын құрастыру саласында өзінің алғашқы қадамдарын жасайды. Сол сияқты менің сіздерге қазір таныстырғым келетін ойын бұл 2048 ойыны. Мен алдында видеода осы проектіні көрсеткен кезде көп адамға мына шығып тұрған суреттен ойын қай ойын екені түсініксіз болған болатын. Дегенмен бұл осыдан 10 жыл бұрын шыққан телефондарға арналған 2048 ойыны, немесе 2048 деп қысқа да айта береміз. Негізінде бұны 2014 жылы итальяндық студент Габриэль Чирули деген программист, жаңа бастаушы, сол кезде JavaScript тілінде жазған болатын. Бірақ дегенмен қандай да бір тілді меңгеру барысында бұл ойынды қайтадан өз күшіңмен, өз біліміңмен құрастырып, өз білімдеріңді шыңдауға, жалпы ойын құрастыру қалай жүретінін процесін түсінуге біз былайша айтқанда мүмкіндік аламыз. Бұл ойынның сүйті мағынасы неде? Бізде 4-4 ойын алаңы берілген. Бұл жерде әрбір клеткада сандар тұрады. Рандомды сан беріледі ойынның басында. Мен новая игра бассам, басқа жерден басқа рандомный сандар шығады. Және де біз оңға, солға, жоғары, төмен қозғалту арқылы біз ойынды келесі этапқа ауыстырамыз. Ойын қалай өрбиді? Мысалға мен қазір астыға бассам, барлық сандар астыға қарай жылжиды да, жол-жөнекей бірдей сандар соқтығысса, олар қосылып келесі бір ұяшыққа сақталады. Мен қазір тағы астыға бассам, мына тұрған екіміз төмен қарай мына жерге тоқтайды. Онымен қоса жаңа бір рандомный бізге кездейсоқ сан қосып береді. Міне, ал егер мен қазір оңға қарай жылжытатын болсақ, мына 4 пен мына 4 көршілес тұрғандықтан, бағыттас болғандықтан, ол екеуі қосылып 8-ді береді. Одан кейін мына екі тоже оңға қарай жылжып, басқа бос орынның бірінде кездейсоқ сан шығады. Негізі түсіндіру барысында сіздерге қазір жаңа танысып отырсаңыздар, мына ойынның сүйті мағынасы түсініксіз болуы мүмкін. Дегенмен ойнап көрген адамдар үшін, оқушылар, студенттер үшін бұл өте қарапайым ойын. Міне, осылай қозғау арқылы мейлінше ең үлкен ұпай жинап отыру арқылы, былайша айтқанда, ойын алаңы бітеліп қалғанға дейін, яғни барлық жерде қозғала алмайтын жағдай қалғанға дейін мейлінше көп очко жинап үлгеру керек. Мысалға мен осы тұста оңға салуға жүре алмаймын, бірақ жоғары төмен жүре аламын. Себебі мына жерде 8, 2, 2 деген сандар көршілес, және олар жоғары төмен жылжыған кезде бір-біріне қосылып бос орындар тудырады. Егер де ойынның мағынасы қазірше түсініксіз болып жатса, кез келген телефонда 2048-де Play Market App Store'да жазу арқылы бір ойнап қалай екендігін, мағынасын, ойынның процесін түсініп алуға болады. Ал мен мына жерде сіздерге осы ойынды құрастыруға бізде 2 файлдан тұратын код жаздық. Бірінші файлда бізде запуск жасауға J2048 деп ат қойсам, бұл жерде 72 қатардан тұратын код. Екінші қатарда осы ойынды жүргізуге бізде қолданылатын түрлі функциялар: старт функциясы, қателерді тексеру функциясы, оңға солға жылжыту, транспоз. Яғни бұл ойынды құрастыру барысында біз өте көп Python тіліндегі тақырыптарды қамтимыз. Ол енгізу шығару болсын, шартты операторлар, цикл for, цикл while, функциялар құрастыру, массивтер, екі өлшемді массивтер, тіпті сөздіктерді де бұл жерде қолдандық. Яғни бұл ойынды құрастыру барысында біз, былайша айтқанда, барлық Python тіліндегі деректер типімен, барлық түрлі операторлармен, циклдармен жұмыс істеп, толық Python тіліндегі білімімізді шыңдап, оны нақтылап бекітуге болады. Енді мен осы өзімнің құрастырған кодым бойынша ойынды запуск жасайын. Менде міне консольда
запуск басқанда ойын пайда болды және мен бұл жерде де ойнай аламын. Тура солай ойынның мағынасына сәйкес сандар қосылып ойын процесі жүруде. Сонымен қатар мына жерде жоғарыда total score деген жерде мына біздің ойын алаңында тұрған барлық сандардың қосындысы көрсетілуде. Егер сізде осындай мини ойындарды құрастыруды үйренгіңіз келсе, және де бұны өзіңіздің жұмысыңызда балаларға үйрету процесінде қиындықтар туып жатса, бізбен бірге болыңыздар. Біздің TikTok арнамызға және Телеграмдағы арнамызға тіркеліп өтіңіздер. Және де мен Телеграмда осы ойынның мына 2 файлында салып қоямын. Видеоны да сақтап алуды ұмытпаңыздар.